Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз сырны суп дайындайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Және де бұл достар ең керемет әрі ең дәмді рецепті. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең бірінші біз көкөністерімізді жуып, яғни ашып, одан кейін жуып, одан кейін осылайынан кубиктап турап аламыз. Барлығында, яғни бұл жерде бізде сәбіз, пияз, картоп және де біздің сырымызды да майда жағынан, күштің майда жағынан өткізіп алуымыз керек. Мінекей осылай барлығын дайындап аламыз. Одан кейін алдын ала майды қыздырамыз. Одан соң пиязды саламыз, жақсылап араластырамыз. Примерно 5 минуттай ұстаймыз. Одан кейін 5 минуттай ұстағаннан кейін барып сәбізді саламыз. Сәбізді де 4-5 минуттай күтеміз. Жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жабысып қалмасын асты. Және де жақсылап араластырып болғаннан кейін бұны да сондай 5-4 минут ұстаймыз. Одан кейін барып біздің картопты саламыз, жақсылап араластырамыз. Бұны да солардың уақытысымен бірдей ұстасаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз, міндетті түрде асты жабысып қалмасын. Одан кейін барып суды құямыз. Суды бізде немесе бұның орнына бульонның сорпасында қолдануға болады. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап қайнатамыз, яғни қайнағанда бұл жерде картоп пенен бағанағы біздің сәбізіміз жақсы езілу керек. Яғни езіліп тұру керек біздің ұстаған кезде. Содан кейін барып біз осындай блендерменен еземіз. Міне достар, мен уже езіп болдым. Бұған примерно 10-15 минуттай уақыт кетеді. Жақсылап езу керек. Енді одан кейін жақсылап қыза бастаған кезде біздің бағанағы сырымызды өткізіп болған сырымызды саламыз. Одан кейін қайтадан бағанағы біздің блендерменен еземіз. Себебі бұл бізде жақсы езілу керек. Енді дісімізге салып аламыз. Өздеріңіз қалауыңызша сәндейсіздер. Мінекей достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең керемет, ең күшті рецепт. Сау болыңыздар.